Ер кісілер ізбен жүріп отырып киіз үйге қарай беттедік. Есікті аштық. Күтпеген жерден қаңырап бос тұрған киіз үйдің ішінен адамның жүрегін шымыр еткізетін жіңішке ысқырық естілді. Бәріміздің денеміз мұздап кетті. Әлде иттің ырылыма дерсің, әлде мысықтың заланып айбын көрсетуіне ұқсас па, бір дыбыс шығады. Жаман шошаланың саңылауынан кішкентай адамға ұқсас бір сүлбе адамдарға тұра ұмтылды. Үсті басы қанға боялған, ұзын шаштары қанға бітіп мұз қырау сияқты түйдектелген, қап-қара екі аяғы сидиған, қара қарғаның мүйіз аяқтарына ұқсайды. Екі көзі есі жоқ бейнен танытады, екі беті қанға боялған, еріннен жас қанның ағып тұрған ізі көрінеді. Ақсиған тістері жыртқышқа ұқсатады, аузында көбікті қан. Зәре құты қалмаған төртеуі де бір сәт мелшиіп тұрып қалды да, алды-артына қарамай қаша жөнеледі. Артына бұрылған кезде жаңағы жәндік ғайып болып кетіпті. Бұл не деп ентігін басқан Ғабит қасындағы серіктеріне қарайды. Бәрінде де үн жоқ. Көпке дейін ешқайсысы да бір ауыз сөз айтпаған. Кейін Қостанайға келген соң жаңағылардың бірі: "Сендер жаңағыны жын әлде пері деп отырсыңдар ма?" "Жоқ, жын емес. Мен анық көрдім, айқын көрдім. Ол адам. Кішкентай бала, қазақтың қызы, 7-8 жастағы." "Жоқ, жоқ," Мүсірепов айғайлап жіберді. Ғабиттің ашу кернеген әлсіз даусы ұлы адамға тән, бірақ шарасыздыққа толы еді. Бұл ашаршылық. Ашаршылықтың көзі, қарғыс атқан ашаршылықтың бейнесі.